Қос кедей, хаус ертегісі. Баяғы өткен заманда бір кедей адам өмір сүріпті. Оның тек белін буынатын белбеуінен басқа ештеңесі, ішіп-жемі де, киім-кешегі де болмапты. Сөйтіп ол дүниені шарлап кетеді. Бұлай өмір сүргенімнен өлгенім артық. Ішіп-жемім де, үстіме киер киім-кешегім де жоқ. Бар мүлкім бел буынатын белбеу ғана. Міне, мен кешіп отырған тақыр кедейлік осындай, депті. Жақсы, сөйтіп патша өзінің құлдарына кедейді алып барып, дарға асуға әмір етеді. Нақ осы сәтте оның қасынан жай-күйі одан да нашар екінші бір кедей өтіп бара жатады. Сізден маған бір қайырым жасауыңызды өтінемін. Мына адамды өлтірген кезіңізде маған оның белбеуін беріңізші, депті ол. Бұл сөзді естіген алғашқы кедей: тоқтаңдар, мені мерт қылмаңдар, мені патшаға қайтадан алып барыңдаршы, айтатын бірлі-жарлы сөзім бар, деп тіл қатыпты. Кедейді патшаға қайтадан алып барады. Менің тірі қалуыма мүмкіндік бер, деп өтініпті патшадан. Бүгін менен де өткен бір тақыр кедейді көрдім, өлгім келмейді, жөніңе жүре бер, деп кешірім жасапты патша сонда. Өзіңнен де тұрмысы нашар кедейді көрсеткен тағдырына риза бол. Ертегі міне осымен аяқталды.